Алматы облысы Касиктегі үйіміздің ішін түсіретін боламын қазір. 6 сотық жерде орналасқан Касиктің центрінде 3 этажный 370 квадрат метр, 6 сотық ижес, летник несі бар, сыртқы толық навесі бар, көшесі, ауласы барлығы камерамен, су центральный, немен барлығы кеп тұр, центральный да бар, скважина барлығы бар. Үйіміздің ішін көрсететін боламын. Ауласы да өте керемет, жинақы. Үйіміз полноценный 3 этаждан құралады. Бисмилля, үйімізге келейік. 370 квадрат метр. Бисмилля, үйімізге кірдік. Осындай прихожкамыз бар. Әрмен қарап бірге тамашалайық. Осында үлкен холлымыз бар. Қазір мен бірінші этаждамын. Осындай кереметте ас бөлмесі бар. Жиһаздар ішін ары қалады. Мұнда осындай залымыз бар. Дайын кеп тұра қалатын вариант, ешқандай жұмыс қажет емес. Мұнда санузел. Мұнда бір жатын бөлмесі бар. Әр қазағымызға осындай баспаналы болсын, осындай баспана бұйырсын, Алла қаласа. Қазір төменгі этажға түсейін. Подвалымызда отдельный бір үй ғой. Осындай кереметті спальный бар. Бұл жаққа бильярдты жасамақшы өтті, болмаса спорт комплексі. Келесі бөлмені көрсетейін. Мұнда кішірек кладовкасы бар екен. Мұнда топкасы бар. Осы сырт есіктен шығып кетсе де болады. Мұнда әр этажда спальня не бар? Санузел. Но бізде тоже ванна. Мына жақта жууға арналған бөлмесі. Негізгі жоспар бойында мына жерде бар неғып жасаған екен, бар болады. Мұнда бильярд не жасайын деп. Бірақ кейін проект өзгерген. Подвалды көрсеттім сіздерге, бірінші этаж көрсеттім, енді екінші этаж көрсетейін. Екінші этажға келдік. Бізде енді бұндай үйлер көп рассрочкаға шыға бермейді, өздеріңіз де білесіздер. Мінекей. Жұмыс жасайтын бөлмесі. Мұнда жатын бөлмесі бар. Жалпы 3 этаж, полноценный көріп отырсыздар. 370 квадрат. Бұл үйді алып қойсаңыз, үйдің мәселесі совсемге шешіледі. Мұнда тағы бір жатын бөлмесі бар. Мұнда санузел. Көріп тұрғандарыңыздай, әр этажда өзінің санузелі бар. Жаңағыдай. Әрмен қарап созбай ақ қойын. 6 сотық жерде орналасқан үйіміз 3 этажный, полноценный, 370 квадрат метр қызыл кірпіштен салынған.